Барлықтарыңызға сәлем достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Жұлдыз. Бүгінгі видеода сіздер өзіңіздің стикерлеріңізді жасауды үйренетін боласыз. Яғни стикерден видео жасауды үйрететін боламын. Ол үшін видеоның соңына дейін көріңіздер. Ең әуелі мен дәл осындай видео жасау үшін видеоны 4 видео түсіріп алдым. Яғни осылай билеп тұрғанын, су ішіп тұрғанын, телефон қарап тұрғанын және кітапты ұстап тұрған, яғни кітапты қарап тұрған. Осылай 4 видео түсіріп алдым. CapCut приложениесі керек. CapCutқа кіреміз. Фотоға барып, однотонный фон таңдаймыз. Өзіміздің таңдап алған кез келген однотонный фон болады. Однотонный фонды Pinterest'тен аласыздар. Удалить етемін. Соңғы жағын однотонный фон созамын. Енді наложение жасаймын. Добавить наложение деймін. Видеоға барып, ең бірінші видеомды әкеліп осылай қойып аламын. Енді осы видеоны әкеліп қойып алдым. Осы видеоның үстін 2 рет басып, төменгі жағында изменить деген батырманы басамыз. Кадрирование. Осы кадрирование жасаймыз, яғни қиып тастаймыз, яғни аяғымен бірге алғым келіп тұрған жоқ. Болмаса аяғымен бірге алсаңыздар да болады. Өздеріңіз білесіздер. Мен мінекей осы жерге дейін алғым келіп тұр. Галочканы басамыз. Және осының үстін тағы басқан кезде көріп тұрсыздар, үстін басқан кезде үстіп ағарады. Басқан кезде удалить фон деген тұр төменгі жағында, соны басамыз. Фон сонда удалить етіледі. 2 саусақтың көмегімен көлемін дәл осылай өзіңіз қалауыңызша кішірейтесіз. Мінекей осылай кішірейттім. Енді тағы да наложение басамыз. Екінші видеоны әкелеміз. Бұған да дәл солай үстін 2 рет басып, изменить барып, кадрирование жасаймыз. Осылай 4 видеоны 4-еуін де дәл осылай қиып аламыз. Яғни бұның да артындағы фонды удалить етеміз. Қиып алдық. Видео жасаған кезде өзіңіз қарап отырсаңыз болады. Мінекей шамалы үлкейтеміз. Көріп тұрғандарыңыздай алдыңғы видеодан шамалы ұзарып кетті төменгі жағы. Тағы да кадрированияға барып, төменгі жағын кішкене қиямын. Кішкене сол кезде бірдей болады. Соның барлығын от-ето қарап жасасаңыздар болады. Мен сіздерге үлгі ретінде көрсетіп жатырғаным. Енді тағы да наложение жасаймыз. 3-ші видеомызды әкелеміз. Дәл солай, бұған да дәл солай қайталаймыз. Кадрирование жасаймыз. Осылай. Енді осының артындағы фонды удалить етеміз. Барлығын 2 саусақтың көмегімен қай жерге қойғыңыз келеді, өзіңіз білесіз. Осылай қойып алдым. Енді 4-ші видео. Бұған да дәл солай. Изменить етіп қысқартамыз. Удалить фон. Осылай қойып аламыз. Егер мінекей қойып алдық. Егер видеоның ар жағында сіздің сөйлеген дауысыңыз естілмес үшін мінекей үстін басқан кезде көріп тұрсыздар, ағарып тұр. Біріншісін үстін басамыз, громкостьке барамыз да сол жақ қарай 0-ге қойып тастаймыз. Екіншісінде дәл солай громкостьке барып 0-ге қоямыз. Үшіншісінде громкостьке барамыз. Барлығын дәл солай дауысымызды естілмеу үшін осылай қойып тастаймыз. Видеоның соңына дейін барып көрейік. Осы жерге дейін керек. Дәл осылай видеоны бір-бірлеп соңын разделить етіп өшіріп тастаймыз. Барлығын өздеріңіз келтіріп аласыздар. Асықпай. Мінекей. Енді қарап көрейік. Көлемдерін бәрін бірдей қылуларыңызға болады. Мінекей мына кішкентай болып кетті. Кішкене алға шығарып, көлемін үлкейтемін. Мінекей видеоны қарап көреміз. Дәл осылай видеода сохранить етіп аламыз. Жоғары жағында кнопканы басып, готовын басамыз. Новый проект қайтадан барамыз. Жаңа видеомызды әкелеміз. Добавить етеміз. Соңғы жағында видеоны удалить етіп тастаймыз. Мінекей мынандай керек емес жерлері болса үстін басып, осылаймен өшіріп тастауыңызға болады.
осылай орналастырып аламыз. Енді осы жерге текст дегенге барып текст жасаймыз. Яғни мен жерге мысалы көңіл күйлеріңіз қалай деп жаздым, иә. Көңіл күйлеріңіз қалай деп жазамыз. Қалай деп жазып аламыз. Осылай галочканы басамыз. Осы жердің төменгі жағында стиль дегенге барып, мен көбіне эффекты дегенге барамда. Кез келген өзіңізге ұнайтын любой эффектін таңдап алсаңыз болады. Мен мысалы осыны таңдаймын. Енді оң жағында анимация дегенге барып, осы жерден кез келген таңдап алсаңыз болады. Яғни жылдамдықты азайтсаңыз болады. Мінекей асықпай шығатын қылып. Осылай. Галочканы басамын және жазуын оңға қарай жылжытамын. Енді осы жерден өзіңізге ұнайтын кез келген музыканы қойсаңыз болады. Звук дегенге барасыз. Болмаса өзіңіздің таңдап алған извлеченияға барсаңыз, өзіңіздің галереяңызда таңдап алған музыка болмаса видеоның музыкасын қояды. Я болмаса музыка дегенге барып, осы капкаттың өзінің музыкасын қойсаңыз болады. Любойын таңдап алып көрейік. Плюсикті басамыз. Осы жерде музыканы соңғы жағын разделить етіп өшіріп тастаймыз. Сол кезде осылай видео пайда болады. Кәделеріңізге жарасын. Менің каналым сіздерге ұнаса лайк басып тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта сіздермен түрлі видеоның жасалу жолдарымен бөлісетін боламын.